болады. Әлем енді өзгеріп жатыр. Бұл өзі заманның заңдылығы. Мен бір неде жазғанда айтып едім, өзімнің блогта жазған бір сөзімде. Баяғыда бір кассир дейтін не болады, мамандық. Бірақ заманның өзгеруімен кассир дейтін мамандық. Оны айтатын, 19 ғасырда Европада үлкен көтерілістер болған. Көтерілістерге немен себеп болды дейтін болсаңыздар, жаңа технология келген кезде жұмыс күшіне азайып, қажеттілігі азайып. Содан көп адам жұмыссыз қалған соң жұмысшылар пролетариаттар жаңағы көтеріліске шыққан. Неге дегенде мына станоктардан келген кесірінен мен жұмыстан қалып қойдым. Оны кейін келген түсіндіңіздер, сол сияқты бір кезде советтік заманда кассир дейтін бір мамандық болған. Бұл елдің ақшасын беріп, ведомствоға қол қойдырып, сөйтіп оның өзінің беделі болатын. Кассирға мысалы үшін ауыл жерде қонақ болған кезде, бір той-томалақ болғанда кассирге төменнен орын бермейді, жоғарыға бухгалтердан кейін, завскладтан кейін орын өтетін деген сияқты өзінің орны болатын. Сондай орны бар адамдар бір кезде ешкімге керек болмай қалды, өйткені банкомат шықты. Әркім өзінің алатын ақшамызды банкоматпен ала береміз, кассир дейтін бұл тарих сахнасынан кетті деген сияқты қоғамдық қарым-қатынаста кетіп қалды. Сол секілді қазір замана өзгеріп келе жатыр. Замана келешек бар блокта. Бұл саналардың барлығына, саналарды ойрандайтын да, саналарды тәрбиелейтін де қоғамға өте үлкен әсер ете алатын күш. Жаһанданудың аждаһасы жетті басты, аждаһасы келе жатыр. Соның бір басы осы болуы мүмкін. Күнді алақанмен жабуға болмайды. Оған біз ыңғайлануымыз керек. Ыңғайланатын болсақ ендеше елге, жұртқа айтатын сөзің кезінде 20 ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынов Пристрой екеумлеген сызат бастап. Сол сияқты сіздер өздеріңіз азаматтық позицияларыңызды, елге, жұртқа тигізетін пайдаларыңызды блог арқылы тигізуге әбден мүмкіндік бар. Қазір сайыс жоқ емес, көзқарастық сайыс өте үлкен. Әркім өзінің дүниетанымының, өзінің көзқарасын тықпалап жатқан кезең. Сол кезде тіпті тықпаламай ақ қойған орта қорғануға жарау үшін де сіздер ауадай қажетсіздер. Сіздердің саналарыңыздың тұнықтығы, сіздердің елім-жандықтарыңыз, жанашырлықтарыңыз, сіздердің жүректеріңіздегі патриотизм, мемлекетке деген жанашырлықтарыңыз. Осының бәрі блог арқылы елді жұрт тәрбиелеуге әбден болады. Қазір қарап отырсаңыздар, азғантай адамға бас қосып отырған жастар келешекте бұл үлкен қанат жаятын бір қалың топқа айналатынына, қалың бір қауымға айналатынына ешқандай күмәнім жоқ. Сол кезде істің басында сіздер тұрасыздар. Сіздер қандай бақыт бересіздер, солай кетеді. Сіздер осыны шамаданыз бір ет-пен арасында бір шошақай дүниеге айналдырған алжытып жіберем десеңіздер, ол да сіздерге байланысты. Сондай-ақ мынау ойнақтата отырып, адам жүрегін серпілте ашып отырып, ойландырып қана қоймай, олардың жүрегіне мемлекетшілдіктің, ұлтшылдықтың, жақсы мағынада ұлтжандылықтың дәнін себетін болсаңыздар, үлкен шаруаны бастап отырсыздар, жігіттер. Мен сондықтан өте бір үздәппен шын мәнінде уақытын бөліп, барымшағыларыңызда болуларыңыз керек болып отыр. Мен бұл оғашыңыз бір өзі қолын оша тиіп, екі шақ мақала беріп қойдым да, ана баяғыда Қалтай Мұхамеджан не жазады ғой? Бөлтірік астында құдағи бір-екі бесте жазады да, сол өтпен тоқтап қалып, сол көз оған бөлтірікті өлтіріп, қуырдақты жеп алып, бөлтірікті өлтіріп, құдағиды келтіріп, қуырдақты жеп алып жатырмысың демалып деп баяғыда сондай бір сын нелер болған. Сол секілді қазір кейбір науқандарға байланысты қолым тимей кетіп жатыр. Бұл ағашқандағы мақсатымызды айтайық. Енді менің буыным сіздерден біршама жас үлкенде ғой, араларымыз кемінде бір 20 жас көп жағдайларда. Сол кезде қарап отырса сіздің буынның көзқарасын біліп қана емес, дегенмен дәстүрдің сабақтастығы дейтін нәрсе болады. Сосын бір қоғам құрудың алдында буын аралық бір түсініспеушілік пайда болады. Ақсақалдың сақалынан алу дейтін нәрсе пайда болады. Осыған көп жағдайда біреулер қолтығына су кіріп кеткен. Абайда бір сөз бар, баяғыда елбасы топбасы дейтін болатын еді. Елбасы топбасы дейтін адамдар көш қайда болады, қол қалай жүреді, соның бәрін реттейтін еді. Кейін осы бір мінезімізден айырылып қалдық дейді. Сосын екінші бір қазақтың бір ерекшелігі намысқой келетін еді, сол намысқойлығымыздан айырылып қалдық дейді. Сол сияқты қазір неғұрлым бір жоғарыда тұрған нәрсені, бір атағы бар адам, не болмаса тағы біреуді сынай қалса, қалыптасқан ұғымға қайшы пікір айту бір арзан популизм келеді.
осы арзан популизм соңына қарай кейбір енді жастық қой, жас максимализм бір кетіп қалатын бір кезеңдер болады. Сол кезде бір адам тұрып өзінің енді жаңағы жерде амбразураның аузына барады. Мен осы не түрде, кәдімгі саналы түрде ешқандай бір саяси ойымнан, өзім қазақи ойымнан, өзім қазақи жаман тұжырымына келді, амбразураның аузына қарай деп ыңғайланып келе жатыр. Сіздер маған айтқан сындарыңыз, я болмаса маған айтқан жаңағы тілектеріңіз, я болмаса талаптарыңыз, жалпы менің буыным айтқан талап сияқты. Ал саяси ортада жүріп, қазір шамадан сен ұлт мәселесін айту, саяси ортада жүріп, былайша ту сыртына айтуға оп-оңай, ту сыртына айтып, жаңағы сынап жүрген адамдарға саясаттың ортасына салып жүр, қазір жіктіктей көп шыға келеді. Сен соның арасында жүріп айтса, көзді көресің сіздердің батырлықтарыңыз. Сондай нәрсеге байланысты кейбір аға буынның позициясын көрсету үшін осы нәрсені ашып отырған жағдайымыз бар. Және жүрген жерде осымен önde уағыздап жүріп, қазір біреулер кездесіп жатса, қазір дастархан басынан келсе, блогымды ашсайшы, осы айтқанымды бар, кухняда отырып, шай ішіп айтпай, блогты айтып, ешкім сенің аузыңа қақпақ болмайды. Бірақ дұрыс нәрсені, өзі дұрыс нәрсені айта беретін болса, дұрыс нәрсені айтыла беретін болса, мына уланғанның Толстойдың сөзі, уланған кезде денедегі уды бет тамырды қуып жүріп біз система жасамаймыз ғой. Уландырудан сақтайтын нәрсе сүт береді. Сүт бере берген соң ол уланғаны кетеді. Сол сияқты біздің қазақиның блогы кәдімгі елде сүт төндіретін, бойда уын кетіретін сондай соған үлес қосатын азаматтар болса деген оймен өзі бір деген бастаған болдым. Қайран Құдай. Рахмет жігіттер. Қалай болғанды деп тамаша өтіп жатыр. Кімдер ешқандай сынап айтқан жоқ, кейбір көкейдегі түйткілдерді білуге арналып жатқан дүние. Біз бір-бірімізге тілектес болмасақ, бір кеменің ішіндегі адамдармыз, бір-бірімізге неғұрлым тілектес боламыз, бір-бірімізден сынап отқанда әртүрлі сынаудың түрі бар. Бір сүрініп қалып аяқ аспаннан келсінші осы қашанға асқақтай береді, осында жығылған көп бір қарқылдақ болады деген сынау болады, ол шайтани сынау болады. Шынында да мына бір қисайған жер түзеліп кетсе екен дейтін сынау болады. Ол өте бір жанашырлық сынау. Осы мәселеге келетін кезде біз ат төгіліндей азғантай жаратамыз. Қазақ тіл блог деген бұл әлемдік нәрсе бір тамшы, теңіздің тамшысы ғана. Английский блогтарды, орыс блогтарын қарап отырсаңыз, жапон блогтары, Қытай блогтары дейсің, миллиардтаған, миллиондаған адамдар біз 10 мыңдаған да адам емес, бір айналасы мыңға жетпейтін адам келіп ортамызда тұрған кезде біз осыны ұлтты, халықты тәрбиелеуге, жақсылық қарай бастауға, Набайдың сөзі бар, адам баласы бейбіт күнді көксейді дейді тыныштықтай. Сол тыныштық келсе жоқ жерден іші пісіп пәл іздейтін бұл қазақтың не сұмдығы бар дейді. Аталып ат беріп жүрген досынан бір дұшпаны келіп тай берсе осы қазақ неге бұзыла қалады дейді. Күнде тіліңді алатығын достан бір дұшпаны азғантай бір бұйым тайыңды орындай салса соның жолында неге өліп жаздайсың дейді. Абайдың сөзі ақылман кісі. Осы бір нәрселерді түсініп, түйсініп, және жауапкершілікпен қарайтын болсақ, бұлтың жалпы қазақияның руханиятының дамуындағы өзінің ерекше бір рөлі болатын құбылыс екенін ешқандай дауым жоқ. Сондықтан жіктеске сәт. Мен енді қолымнан бірдеңе келіп жатса сіздерге көмектесуге әрқашанда қолымнан келіп жатса әрқашанда дайынмын. Мен ешқандай бұл жерде депутаттың сапасында келіп отырған жоқпын жігіттер. Сіз ағаларыңыз ретінде бір үлкен буынның өкілі ретінде үлкен буын деген айтқан кезде біртүрлі болады екенсің. Бірақ дегенмен сол қалай дегенде шындық солай, сол өкіл ретінде келіп отырғандықтан мені де жұмысқа салыңыздар, мен де шегелеріңізді ағайын, мен де үстелдеріңізді тасиын. Рахмет.